Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аялам. Бүгін біз барлығымыздың сүйіп жейтін салатымыз оливьені жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен картоп, сәбіз секілді көкөністерді жуып аламыз және жұмыртқаны да жууды ұмытпаймыз. Піскен көкөністерді, яғни картоп пен сәбізді және жұмыртқаны майдалап 4 бұрышты етіп тураймыз. Маринадталған қияр мен колбаса тураймыз. Сіздер колбасаның орнына піскен етті де қолдансаңыздар болады. Одан соң горох саламыз және горохтың суынан 1-2 қасық салатқа құйып жіберсеңіздер, тіпті керемет болады, себебі ол салатқа бір өзгеше вкус береді. Енді осы салатымызды араластыруға көшсек, ол үшін 3-4 қасық майонез саламыз және қалауларыңыз бойынша тұз салып жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей біздің ең сүйікті деген салатымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Және де видеоның ең соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс айтамын.